Ассалаумағалейкум. Түркістанда біздің бывший елбасымыз керемет сөздері бар екен. Ойламаппын, ол кісінің андай өнері бар екен. Бұны енді қараңыздар енді. Біріншісі ғой. Мына қараңыздаршы. Түгел сол кісінің сөзі екен. Арман не қажетіне жарайды, сен қазағым, таратылған көк бөріден, айналдым көк бөрідей текті елімнен дейді. Масқара. Мынаны қараңыздаршы. Осындай менің сыбағам, сеніммен қолға туалам. Сүрінбей сыннан шығалам, халқыммен бірге қайысып, халқыммен бірге қуанам дейді. Масқара, не деген сөздер? Ал мынаны көрейік ау. Сөз бастаған шешен болу бір қиын, ел үшін есен болу бір қиын. Тайғақ кесіп, ақ жол тауып адаспай, көш бастаған көсем болу мың қиын. Назарбаев. Ол енді жарайды. Мынаны көрейік. Өзім үшін саспаймын, аспаймын да дейді. Таспаймын, халқым аман болса екен, сол ғой менің бас қайғым. Машалла. Не деген сөздер, Құдай-ау. Мынаны қараңыздар. Тыңдай біліп заманның тынысын төрге оздыру қазағымды ұлысын. Мойындатсаң мұратыңды жаһанға, сонда ғана пенде емес ұлысың. Сонда ғана ұлықтайды ұлысың. Не деген сөздер. Бұлай қарай жүрсек енді бұл жақта Төле би атамыз енді, бұл кісінікі жөн енді. Бұл кісіне мен енді айта аламын. Bir үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Bir елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Bir тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Ақты ақ деп бағала, дейді, қараны қара деп қарала дейді. Кісілер енді орнын айтқанда, Қазбек атамыз, Қазбек би, Айтеке би, Ажығында Әл-Фараби, Абай Құнанбаев, Әлихан Бөкейхан. Жер, және жер. Өйткені жерсіз отан жоқ, жерсіз адам жоқ, жерсіз мемлекет болмайды. Оның әрбір түйір тасы әр қазақтың өңіріне түйме болып қадалу керек дейді. Міне, нағыз ел ойлаған, халқын ойлаған адамдардың сөзі. Міне Бауыржан атамыздың сөзі. Отан адамның туып өскен жер. Ата мекені, ел жұрты табиғат байлықтары, халқы қоғамдық және мемлекеттік құрылысы, тіл, мәдениет, тұрмыс, салт, әдет, ғұрып ерекшеліктері бар белгі бір халықтың тарихы тұрғанына айналған аумақ дейді. Жаңа тастардың артында да бар екен ғой, айтпашы жазу. Алдарда жатсам ғой. Басқаға жалтақтайтын күннен кеттік. Бар байлығымызды өзімізге бұйыратын еттік. Қоғамын дейді, саяси тұрақтылығы мен бірлігіне жеттік. Қысқасы ел болудың ең ауыр белесінен өттік дейді. Түх, не деген үйлеспейтін сөздер. Миға кірмейтін. Ұлы той көптен көрген халқың үшін ешқашан адастырмас салтың үшін жаратқан қазағым ынтымақ бер. Тұрғанда мына заман тартып үшін дейді. Түй, не деген дана. Өстіп мынау Түркістан деген киелі жерімізге сіңдірейін деп жатыр ғой ертең. Туризм дамыған кезде осы кісіне аты қалайын деп тұр ғой шөлі. Халқым менің тірегім, құрбан жаным, жүрегім. Атымыз осын бәйгеде, осы менің тірегім дейді. Енді жеңілеген дейді. Кемені дейді, қызға соқпаймын, баталы сөзге тоқтаймын. Өзімнің емес алдымен халқымның жоқтаймын дейді. Мәссаған. Машалла, осы тірегіңіз қабыл болсын. Бұл ғасыр қазақ үшін алтын дерем. Даңқымды әлем білді салтың менен. Кеудемде жаным барда көтеремін. Аянбай не күтсе де халқым менен. Көтершістексіз ертерек көтеруім керек еді. Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне. Жетпейді екен қуандым қазағымның төріне дейді. Oldu, bitti mi ne? Ana жақта көрейік, ана жақта тастар бар екен.
тойшымыз жоқ. Мына жақта да Назарбаев атамыздың сөздері екен. Ана жақта жаңағы айналайын қазағым, айналайын ел бастап жүрген ағалар. Не деймін мен, не деймін? Қазақтың ақындары құрып қалды ма, әлде билері жоқ па, дана халқының сөздері қайда? Мынау енді артық қой енді, мына қараңыздаршы. Міне мынаны бәрін оқып бітіру деген масқара, кеш бітпек мында. Міне қараңыз, мына артында да Назарбаев. Түсінбедім, кімге керек бұл нәрсесінде? Кімге керек? Ертең ұрпақ осыны оқып, санасына сіңдіріп, сөйтіп өссін деп жатсыздар ма? Қандай оймен? Қараңыздар. Мынаның бәрі Назарбаев. Бірінші оқып болған ғой Назарбаев. Қарасаңыз, Назарбаев бірінші орында тұрды. Ал біздің ұлы дана билеріміз, ұлы дана ақындарымыз, ата бабаларымыздың сөздері соғыстың ана кісі Төле бидің сөздері, Қазыбек, Шәкәрім Құдайбергенұлы, қандай дана аталарымыздың сөздері ана кісінің артында мүсәпір болып тұр. Әл-Фараби, масқара, Торайғыров, Сұлтанмахмет Торайғыров, Ыбырай Алтынсарин, Мұқағали Мақатаев. Мен қараңыздар, Мұқағалидың сөзін оқып берейін. Оңай сөз ғой, отанды сүйем деген. Іс тынбайды жанымның күйеуіменен дейді. Мұқағали атамыздың сөздері. Ғабит Мүсірепов, Бауыржан Момышұлы атамыздың сөздері. Әл-Фараби, масқара. Бұл жалпы сіздердің ойларыңыз қандай? Жаза кетіңіздер. Мен ол кісіні қаралап, алалап жатқаным ештеңем жоқ, бірақ негізі орынсыз деп ойлаймын мына кісінің. Қараңыздар, 6 мұнара сол кісінің атына жазылғаннан бәрі. Сол кісінің сөздері 6 мұнара. Мына кісілер енді қайтсам ой, қазір байқұс болып тұр ғой. Қараңыздаршы, 6 мұнара әрқайсынікі бөліп, қалай осы солай қоя салған. Қисық-қисықтар жаңа, қараңыздаршы. Ана жақта да 6 мұнара